Beyne Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Әрі аса рахымды Allah'ın atымен бастаймын. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Мейлі кітап иелерінен, мейлі мүшриктерден болсын, Құранға және Алла елшісіне сенбей, күпірлік еткендер өздеріне айқын дәлел келгеннен кейін ұстану керек болған тура жолдан тайды. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Тән мен жан тазалығына ежандар ғана ұстай алатын, қателік пен қайшылықтан, жалған атаулыдан ада, пәк парақтарды оқып, ақиқатты насихаттаған Алла тарапынан жіберілген елші келгеннен кейін біліп тұрып тура жолдан тайды. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ол парақтарда иман және өмірге қатысты керемет тәлімдер мен үкімдер бар. Кітап иелері де өздеріне ақиқаттың айқын дәлелі келгеннен кейін өз араларында 40 пышақ боп бөлінді. Кітап иелері ақырғы пайғамбар келген соң кейбіреулер оған иланса, енді біреулер мойындамай өз араларында қайшылыққа түсті. Әйтпесе, кітап иелері оған дейін кітаптарындағы сүйінші хабар мен ақырғы пайғамбардың келетініне қатысты өз ара келісімде болатын. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Әйтпесе оларға да хақ дінді шын көңілден толық қабылдап, таухид сенімімен бір Аллаға риясыз құлшылық ету, намазды кемеліне келтіріп, ақсатпай, уақытылы оқу, және зекеттерін толық өтеу бұйырылған еді. Нағыз тура, мінсіз дін міне осы. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Расында, мейлі кітап иелерінен, мейлі мүшриктерден болсын, өздеріне айқын дәлелдер келген соң, күпірлік еткендер жаһаннам отына түседі, және онда мәңгі бақи қалады. Міне солар жаратылыс атаулының ең жаманы. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ал керісінше иман келтіріп, игілікті істер атқарған
шын ізгі жандарға келсек, міне солар күллі жаратылыстың ең абзалы, ең қайырлысы. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Олардың сый-сияпаты Раббыларының дәргейінде жайғалған бау-бақшаларының арасынан, зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын мәңгілік адын жәннат бақшалары. Олар онда мәңгі бақи қалады. Алла оларға разы, олар да Аллаға дән риза. Міне, осынау разылық мәртебесі Раббысына тиісінше тағзым етіп, одан шын именетін ізгі жандарға нәсіп болады.